Номер 44 орта мектептің 6 Е сынып оқушысы Мұхамеджан Жасия, сынып жетекші Тұрғанбаева Майра. Мұқағали Мақатаев, Райымбек. Қара таудың басынан көш келеді, қара жорға шайқалып боз келеді. Қара күнді жамылып, қара қазақ, қара түнді басынан кешкенеді. Қара қайғы көрсетпей ештеңені, қара жауы қанатын кескенеді. Шұлғау болып қыздардың кестерілі, талай қара шаңырақ өшкенеді. Қара таудың басынан көш келеді. Қара жұртта бықсыған шала қалған, аналардан ес кеткен балалардан, қандай қарғыс аттеккен қайран елді, қайда барып тығылар паналауға. Қайда барып қалжырап жатыр екен, қандай сордың сортанын татар екен. Көр болса да болса екен қазақ жері болғансын атамекен. Көш келеді боздатып боз даланы, көз ұшында боз соғым қозданады. Әлде кімнің естілсе созған әні, әлде кімдер аңырап жоқтау айтса, әр кеудеде бір шемен қозданады. Әр қазақтың естілген боздағаны. Қауқары жоқ қайран жұрт, қайран халық, сайран салып жатушы ен жайлау барып, аппат болып ақ ордан ойрандалып. Қара жауын әкеліп қара қайғы, тас уаттау төбене тайран қағып. Шұбатырылған шаң көріп алыстағы, қабай жырау жар салды дауыстады. Жау келеді, жұртым-ау, жау келеді, жаудан қалған жемтікке жабысқалы. Қайта шулап жамырып қатын бала, қанға шөлдеп қанырсып жатыр дала. Қайта жауып жай оты шатырлаған, қайта төнген самықтың сотын қара. Қиқулаған қалың қол құйын дерсін, қайты болған шағын жұрт тыйым берсін. Тозған жұртты топырлап тапап кетті, қатыгез жау қайсы бір бұйым көрсін. Боздақтардың желкесін шайнап кетті, қалған малды қайтадан айда.